Дәл қазір Есентайдың 4-ші қабатында орналасқан Пекиндак деген осындай керемет ресторанға келіп отырмыз. Ішіндегі локациясы, жалпы барлығы өте дәмді. Дәл қазір мен сіздерге болмаса келесі стористе көрсететін боламын, қандай тағамдар заказ бергенімді. Ерекше тағамдар заказ бердім. Өйткені мен Қытайда жүргенде білесіздер ғой, Қытай тағамдарын өте қатты жақсы көретінімді және сағынып осы Пекиндакқа келдім. Қараңыздаршы, біздің келесі тағам бұл жақта пельмени, ішінде жұмыртқа және де жусай. Мына жақта бізде креветки фунчозамен, ар жақта бізде мясо, сырдың еті. Фунчозаны көп тамақ заказ бердік, потому что фунчоза маған өте қатты ұнайды. Және бізге ас болсын, тағамдар барлығы өте дәмді, келіп көрсеңіздер болады, және тағамдар өте бір қатты қымбат емес екен. Просто наваттың бір ұнайтын жері, салфетками воспользуешься и потом потеряешь, потому что официанты келіп уже успевают забирать и каждый раз подходят и спрашивают, все ли хорошо, все ли вкусно, все ли нас устроит. Сау болыңыздар, рахмет үлкен. Вот, видите, и барлық официанттар еще здороваются, прям от душински здороваются, классно. Ну, все в ком положили, все классно. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Бүгін у меня сегодня 3-й день трезвости. Шүкір Аллаға, әйтеуір мәңгілік осы трезвостьтен болсын. Осы көп адамдар айтады, Замир, сен деген осы ішсең де ішкен адам болса, мен деген, ладно, тоқтап ішсем бір сәрі ғой, менен беспробудно 90 күн ұрғына ішкен. Алдыңғы жылда осы беспробудно 6 ай ішіп кеткен болатын, сосын кодироваться еттім, осы жылда кодироваться етпесем болмайды. И көп адамдардың сұрағы, Замира, осы түріндегі неге әбір жемейді ішсең де, неге осындай әжім пайда болмайды, бізде 1-2 апта айнаға қарамасақ тізем шығып кетеді ғой деген сияқты. Мен қыздар, мен деген опытный мастерға барам, менде әлі мимический даже әжімдер жоқ. Мен мынақта мимический әжім болмасын, мынақта қабағым түйілген кезден болмасын деп, мынандай носогубка болмасын деп, мен деген әдейі деген диспорт салдырам, витамин биоревитализация салдырам. Және де қазір деген Баян Есентаева, әртіс әншілердің бәрі деген қазір деген сперма лосося деген салады маған. Қазір деген тренд сперма лосося. Қыздар, менің насихат неме косметологыма жазыңыздар, өте арзан бағада істеп бере алады. Негізінде осы доктор насихат шетелде оқып келген, бірақ та Қазақстандағы осы мен блогер болмаған көріп жүрмін ғой, көп адамдар осы насихатты оқиды, көп адамдарды обучать етеді. И және де ол қазір неше түрлі қыздарды оқып жатыр, әлі де оқытып жатыр. И ол деген қазір өзіне модель іздеді, өзінің клиникасына. Мысалы деген круговая блефаропластика болса, мұны үстін 200-ге, астын 200-ге 400-ге тікіресің ғой. Вообще мына жақтың бақтың бәрі әжім алып тастау үшін. Мына жақта 400 болса, сендер 150-ге тек қана материалға ғана беріп істей аласыңдар. Хатта беттерінің жартылары тартылып қалды. Адам көркі шүберек дейді ғой, адамның көркісі мына ең әдемі жер осы көз ғой бізде. Сол жан-жақтарын абсцесстарды намного помолодеете. Ол не только мына көздің жан-жағына, фейслифтинг, атопластика, инъекционные процедуры. Қыздар, за копейки можно сделать, за копейки. Так что хабарласыңыздар, қыздар, мұны последний день до 1 августа ғана жасайды мұны. Мұны ертең ары күні и все. 2-3 күн ғана. В общем, насихатқа хабарласыңдар, Алматы қаласы, қыздар, номерін қалдырып кетем. Дарым жасай аласыңдар, дарым модель болып, тек қана за материал заплатите.